Қара зере тұқымы хош иісті дәмдеуші ретінде тағам дайындауда кеңінен қолданылады. Бірақ бұл оның барлық қасиеті емес. Осы кішкентай тұқымдардан қара зере майы деген өте пайдалы қасиеттері бар тамаша өнім шығарылады. Шығыс емшілері қара зере майын мыңдаған жылдар бойы қолданып келеді. Ал жақында заманауи ғалымдар да оның құндылығын мойындаған болатын. Көптеген зерттеулер барысында осы өнімнің ағзаға әсер ете алатын және көптеген ауруларды емдеуге көмектесетін бірегей химиялық құрамы бар екені анықталды. Бұл өнім асқазандағы толқи жиырылу мен қышқылдықты қалпына келтіреді, диареяны жойып, қабынуды азайтады, ішек ауруларының қоздырғыштарын және патогендерін бұзады, тіпті құрттарды жояды. Зере майы тері проблемаларын шешуде де белсенді қолданылады. Оны безеу мен бөртпелерді емдеуге арналған ең жақсы өнімдердің бірі деп атауға болады. Бұл май қабынуды басып, зақымдардың тез жазылуына ықпал етіп, бактериялар мен зендерді жояды. Зере майы қышыма, теңге қотыр, ұшық, күйік, теріні зем басу, атопиялық дерматит, сүйел, есек жем секілді денеге шығатын түрлі ауруларды емдеу үшін ұсынылады. Бұған қоса ол геморрой, ринит және құлақ ауруларын емдеуге көмектеседі. Қара зере майы косметологияда да сұранысқа ие. Оны маскалардың құрамына, қартаюға қарсы кремдерге, шашты күтуге арналған құралдарға, массаж майларына жиі қосады. Ал өт айтайтын әрекеттің арқасында өттің іркілуін жоюға және өт жолдарын тазалауға көмектеседі. Зере майы бауырға да жақсы әсер етеді. Бұл май бауырдағы уытты заттарды шығаруға көмектесіп, оның құрылымын қалпына келтіреді және қабынуды азайтады. Бұл майды өт қабына тас байлану, гастрит, гепатит, дисбактериоз, панкреатит, гельминтоз, холецистит, асқазан жарасы, цирроз, энтероколит сияқты ауруларды емдеуде қолдануға болады. Сондай-ақ бұл май қан тамырлары мен жүрекке де пайдалы. Аталған өнім қан тамыр өткізгіштігін және холестеринді төмендетеді және қан тамырларының қабырғасын мықты етіп, қан қысымын төмендетіп, сондай-ақ беріштік түйіншектің алдын алады. Қара зере майы гипертония, атеросклероз, варикоз, жүректің ишемиялық ауруы, қанның ұюы, вегето-сосудистая дистония, тромбофлебит, мидың қан айналымының бұзылуы секілді ауруларды емдеуде жақсы нәтиже көрсетеді. Сонымен қатар, қара зере майы күшті антиоксидант болып табылады. Ол жасушаның өміршеңдігін жоғарылатып, олардың қалыпқа келу мүмкіндігін арттырады және еркін радикалдарды жойып, ағзаның жастығын ұзартады. Ал зере майын үнемі тұтыну орталық жүйке жүйесінің жан күйін қалыпқа келтіріп, есте сақтауды жақсартады. Сондай-ақ физикалық және ой жүктемелерін жеңіл көтеруге көмектеседі. Сонымен қатар ол метаболизм процестерін белсендіреді және иммунитетті көтереді. Зере майы цистит, бүйректің қабынуы секілді несеп жыныс жүйесі ауруларынан зардап шегетін адамдарға ұсынылады. Бұл жағдайда зере майы қабынуға, бактерияға қарсы және несеп айдайтын қасиеттеріне байланысты оң әсер береді. Зере майы ер адамдарға ұрықтың сапасын жақсартуға, жыныстық белсенділік пен әлеуетті арттыруға көмектеседі. Бұдан басқа зере майы ерлердің жыныс мүшелерінде қабыну процестерінің дамуының алдын алуда жақсы ем болады. Ал бедеулік, қуық-асты безінің аденомасы, қуық-асты безінің қабынуы секілді аурулардан зардап шегетін ер адамдар зере майына ерекше назар аударуы қажет. Зере майы әйелдер үшін де пайдалы. Оны тұтынудың арқасында гормональды балансты қалпына келтіріп, қабынудың және тіпті жыныс аймағында ісіктерінің пайда болуының алдын алуға болады. Бұл май сондай-ақ бала емізетін аналарға сүттің жақсы шығуына көмектеседі. Сондай-ақ қара зере майының температураны төмендету, қақырықты түсіру, вирусқа қарсы және бактерияның жойғысы әсері, бронхит, пневмония, жөтел, тамақ ауруы секілді ауруларды емдейтін қабілеті туралы да атап өткен жөн. Барлығыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге дертке ем арнасы. Қазақша контентті қолдау мақсатында арнаға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз бізге әрі қарай жұмыс жасауымызға зор шабыт береді. Зере майы теріні ылғалдандырып, жұмсартады және сергітеді. Ол әжімдерді азайтып, терінің серпімділігін және өнін жақсартады. Бұл өнім майлы бездердің жұмысын қалыпқа келтіріп, қызаруды жояды және терінің регенеративті қабілетін арттырады. Бұдан басқа бұл өнім целлюлитке қарсы жақсы күреседі және қайызғақтан арылтып, шаштың түсуін тоқтатады. Яғни жалпы шаштың құрылымын қалыпқа келтіріп, өсуін ынталандырады және оның жағдайын жақсартады.
Қара зере майын қалай қолдану керек? Көп жағдайда оның мөлшері жасқа байланысты белгіленеді. Ереже бойынша 3-5 жастағы балаларға жарты шай қасықтан, 5-10 жастағы балаларға 1 шай қасықтан, 10-15 жастағыларға 1,5 шай қасықтан артық бермеу керек. Ал ересектерге арналған майдың оңтайлы күнделікті дозасы 2 шай қасық. Ең дұрысы зере майын жылы суға қосып, тамақтанғаннан кейін шамамен 20 минуттан соң ішу керек. Қара зере майын әртүрлі ауруларды емдеуде қалай қолданады? Иммундық жүйені нығайту және әл-ауқатты жақсарту үшін күніне жарты шай қасық қара зере майына бал қосып қолданса жеткілікті болады. Қақырықты түсіру үшін лимоннан 1 шай қасық шырын сығып, оған 10 тамшы зере майын қосыңыз. Бұл құрамды күніне 3 рет тамақтану алдында аз уақыт бұрын ішу керек. Құлақ аурулары кезінде ауырсынуды және қабынуды жеңілдету үшін 1 тамшы зере майын ауырған құлаққа тамызу ұсынылады. Диарея ішету кезінде 1 стакан табиғи йогуртке ас қасық зере майын қосыңыз. Дайын болған қоспаның жартысын таңертең, ал қалғанын кешке жеңіз. Бұл емдік курс 3 күнге жалғасады. Асқазан жарасы кезінде 1 стакан қайнаған суға ас қасық зығыр тұқымын қосып, зығыр тұқымның қайнатпасын дайындаңыз. Содан кейін тең мөлшерде оны зере майымен біріктіріңіз. Және бұл өнімді таңғы ас және кешкі ас алдында шай қасықтан қолданыңыз. Қандағы холестерин деңгейін төмендету үшін күн сайын аш қарынға жалбыз жапырақтары мен 1 қасық бал және 7 тамшы зере майын қосылған қайнатпа ішу керек. Бұл қайнатпаны қабылдау кезінде майлы тағамдарды тұтынуға болмайды. Қан қысымы жоғары болған кезде бұл жағдайда түймедақ немесе қарапайым шайға 5 тамшы май қосып шай ішкен пайдалы. Бұған қоса денені зәйтүн және зере майы қосылған сұйықтықпен уқалап шығу ұсынылады. Айтпақшы, зере майы қосылған бұл шайды күніне 3 рет іше отырып, мидың жұмысын жақсартуға және кешкі астың алдында қолдану арқылы ұйқысыздықтан құтылуға болады. Суық тиген кезде суық тиюді зере майын қолдану арқылы бірнеше жолмен емдеуге болады. Мысалы, зере мен зәйтүн майын бірдей мөлшерде араластырып, күніне 3 рет мұрын тесігіне тамызуға болады. Сондай-ақ 1 литр ыстық суға 1 қасық зере майын қосып, соның буымен демалса да болады. Және тамақтан кейін 1 стакан шөп шайына 7 тамшы май қосып ішіңіз. Тұмау кезінде мақтадан кішкентай тампондар жасап, оларды майға салыңыз. Содан кейін май сіңген тампондарды мұрынға қойып 20 минутқа қалдырыңыз. Пайдалы ақпаратты дос-жаран тума-туыспен бөлісуін сұралады. Сіздермен бірге болған дертке ем арнасы. Келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар.